4-тен 5-ке шыққан, аты ақ кеме, бойы 1,80, жаңадан көкпарға үйретіліп жатыр. Бағасы 10 миллион теңге деп тұр, саудасы бар. Таразда тұр. Байланыс телефоны 8747 843 56 71. Қажет болса осы номерге хабарласыңыздар. Арнаны жоғалтып алмас үшін тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Өздеріңіздің 4 түлік малдарын сатуға жарнама салғыларыңыз келсе, мына телефонға хабарласыңыздар. 8702 910 0705. Негізі әр қазақтың үйінде бір жылқы тұру керек. Болмай қалды. Неге десе, бабаларымыз айтады, жылқы тұрған үйге, жылқы кісінеген үйде дейді, жын жоламайды дейді. Сосын аттың басынан ұруға болмайды екен. Оның берекесі бағы басында болады екен. Ат ұстағаннан кейін оған су бересіз ба, шөп бересіз ба, арқандайсыз ба, жем бересіз ба, бәріне сауап екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қиямет қайымға дейін ат ұстаған, ат ұстаудың дұрыс екенін айтып кеткен. Қиямет қайымға дейін етаж үйде тұрсаңыздар, қай болса да бір жерге алып, сонда анау үйде ат болғаннан кейін бала мінеді ғой. Мінеді ғой бала. Сол үшін біз ауылда қазір медресе бастап қойдық. Сода 56 бала оқытамыз. Бірақ аптасына бір күн міндетті түрде айғырға мінетін болады біздің балалар. 6 жастан бастап. Міндетті түрде мінгіземіз. Өйткені айғырға мінетін адам көп, бірақ додан ішіне кіретін адам аз да.